Өз тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазақстанның экономикалық даму жағдайы қандай болды? Қазақстан Республикасының үкіметі дағдарысқа қарсы қандай шаралар қолданды? Қазақстан не себепті жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшті? Қазақстанда жекешелендіру процесі қашан басталды және қандай кезеңдерден өтті? Осы сұрақтарға жауап берейік. Өз тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазақстанның экономикалық даму жағдайы қандай болды? 90-шы жылдардың басында Қазақстан Республикасының экономикалық саясаты социалистік экономикалық жүйені өзгертуге және ұлттық нарықтық экономикаға көшуге бағытталды. 90-шы жылдардың бірінші жартысында КСРО ыдырап, Қазақстан да барлық мемлекеттер сияқты дағдарысты бастан кешірді. Ресей Федерациясы және басқа республикалармен экономикалық байланыстар үзілді. Елде инфляция өрши түсті. Өнеркәсіп шегіне жетіп құлдырады. Көмір мен электроэнергия өндірісі күрт төмендеді. 90-шы жылдардың басындағы жалпы экономикалық дағдарыс халық тұрмысының күрт нашарлауына әкеліп соқты. Тұрмыстың нашарлауының негізгі себебі халыққа жалақы, жәрдемақы, зейнетақы төленбеу, тағы басқалар болды. Қазақстан Республикасының үкіметі дағдарысқа қарсы қандай шаралар қолданды? Бұл кезеңде үкімет дағдарысқа қарсы шаралар бағдарламасын қабылдады. Ол инфляция деңгейін азайтуға, өндірістің құлдырауын шектеуге және сырттан инвестициялар тартуға бағытталды. Меншік қатынастарын қайта құру, жекешелендіру арқылы жүргізілді. Қазақстан рубль аймағынан шығып, 1993 жылы қарашада ұлттық төл валютасы теңгені енгізді. Қазақстан не себепті жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшті? Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін нарықтық экономикаға көшу жолына түсті. Осы бағытта 1992 жылы қаңтарда бағаны ырықтандыруға, мемлекеттік меншікті жекешелендіруге кірісті. Қазақстанда нарықтық экономикаға көшудің алғашқы 3 кезеңі белгіленді. Бірінші кезең 1991-1992 жылдар, екінші кезең 1993-1995 жылдар аралығында болды. Осы мерзімде жүргізілген іс бағдарламасы жоғарғы кеңестің сессиясында мақұлданып, президенттің жарлығымен бекіді. Ал үшінші кезең 1996-1998 жылдарды қамтуға тиіс болды. Осыған байланысты көптеген жаңа заңдар, реформаны жүзеге асыруға қажет басқа да құжаттар қабылданды. Нарықтық экономикаға көшу мәселелерімен айналысатын жаңа мемлекеттік басқару органдары құрылды. Қазақстанда жекешелендіру процесі қашан басталды және қандай кезеңдерден өтті? Қазақстан Республикасында мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру процесі 1991 жылы республикамыздың егемендік алуымен басталған болатын. Жекешелендіру Қазақстанда 3 кезеңде өтті. Бірінші кезеңде кіші жекешелендіру бағдарламасы бойынша мемлекеттік сауда және қызмет көрсету кәсіпорындары жаппай сатылды. Не болмаса, еңбек ұжымдарына берілді. Екінші кезеңде жаппай жекешелендіру орта және үлкен кәсіпорындар бойынша жүргізілді. Жеке жобалар бойынша 5 өнеркәсіп орны ақшаға, ал 1700 зауыт пен фабрика инвестициялық купондарға сатылды. 44 ірі кәсіпорын сенімді басқаруға тапсырылды. Оның ішінде 12-сі шетел инвесторларына берілді. Үшінші кезеңде жекешелендіру отын энергетика, көлік, денсаулық, ғылым салаларында өтті. Осылайша тәуелсіз Қазақстан Республикасы дағдарыстан шығу мақсатында жоспарлы экономика саясатынан бас тартып, нарықтық экономикаға көшті.